Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Ахмет Байтұрсынұлы. Бүгін 5 қыркүйек, Қазақстан халқы тілдері күні. Бұл күн қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арнайы орайластырылған. Ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы бар ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне, ұлттық мектеп пен оның алғашқы оқулықтарын жазуға, ғылыми негізін жасақтауға, қазақ ғылым мен оқу ағарту ісін ұйымдастыруға арнады. Тіл ұлттың басты негізі. Қай ұлттың болсын, қадір құрмет тұтатын ана тілі бар. Тіл ұлттың басты белгісі. Тілі жойылса, ұлт та жойылады. Тілі дамыса, ұлт та кемелдене түседі. Әлемде 6500-ден аса тіл бар. Соның ішінде сөйлеушілер саны 10 миллионнан асатын 40 тіл бар екен. Біздің елімізде 100-ден аса ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп келеді. Барлығымызға ортақ мемлекеттік тіл, қазақ тілі ортақ саналса, орыс тілі ресми тіл болып есептеледі. Ал елбасымыз халықаралық тіл ағылшын тілі болғандықтан үш тұғырлы тіл саясатын ұстанып келеді. Тіл ұлттық құжатымыз, тіл кісілік келбетіміз. Біз көп ұлтты мемлекетпіз, сол ұлттардың басын біріктіретін, бір-бірімен достастыратын қазақ тілі. Мемлекеттік тілдің тұғыры биік болсын.